Сәлеметсіздер ме, 7-ші сынып оқушылары? Бүгін біз сіздермен география пәні бойынша 4-ші тоқсанға арналған екінші біржылымызды жазатын боламыз. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басып қойыңыздар, ал біз бірінші тапсырмадан бастап орындайық. Бірінші тапсырмада сіздерге көлік кешені елдің экономикалық өрлеуінің негізгі факторы, сондықтан инфрақұрылымның дамуы өте маңызды делінген. Және де А тапсырмасында сіздерге көлік кешені дегеніміз деген анықтаманы жалғастыруымыз керек. Былай жазсаңыздар болады. Көлік кешені дегеніміз елдің экономикалық өрлеуінің негізгі факторы, себебі ол тауарлар мен қызметтердің қозғалысын қамтамасыз етіп, ішкі және сыртқы сауданы дамытады деп жазып алыңыздар. Келесі В тапсырмасына келетін болсақ, берілген сызбаны толтырыңыз дейді. Көлік инфрақұрылымының элементтері. Біріншісі көлік желісі, яғни автожолдар, темір жолдар, әуе, теңіз жолдары кіреді. Келесі көлік құралдары, жолаушылар, жүк тасымалдайтын көліктер кіреді. Ал үшіншіге бізге көлік құралдары, яғни жолаушылардың тасымалданатын орындары, ал соңғысына қозғалысты реттейтін және қауіпсіздікті қамтамасыз ететін жүйелер болып келеді. Келесі С тапсырмасына назар аударайық. С тапсырмасында суреттегі көлік инфрақұрылымының қандай түрі берілген дейді. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай Ақтау қаласындағы су көлігі, яғни теңіз көлігі бізге берілген болатын. Келесі Д тапсырмасында сіздерге көлік инфрақұрылымының осы түрі Қазақстанның қай бөлігінде орналасқан. Бұл көлік түрі орналасқан аймақ Қазақстанның батыс бөлігінде Каспий теңіз жағалауында, нақтырақ айтсақ, Ақтау қаласында орналасқан деп жазып алыңыздар. Мінекей осы қызылын белгілеп қояйын сіздерге түсінікті болу үшін. Келесі Е тапсырмасына назар аударайық. Осы көлік инфрақұрылымның түрі Қазақстан экономикасының дамуына қандай маңызды рөл атқарады. Былай жазып алсаңыздар болады. Су көлігі Қазақстан экономикасында маңызды рөл атқарады, себебі ол Каспий теңізі арқылы халықаралық сауда байланыстарын кеңейтеді, жүк тасымалын жеңілдетіп, экспорт, импортты арттырады дейсіздер. Осылай жазып алыңыздар. Келесі екінші тапсырмаға назар аударайық. Екінші тапсырмада қазіргі заман жағдайында әлеуметтік инфрақұрылым қоғамның экономикалық және әлеуметтік тиімділігін маңызды факторы. А тапсырмасында сіздерге әлеуметтік инфрақұрылымның негізгі мақсатын атаңыз дейді. Негізгі мақсаты ол халықтың өмір сүру сапасын арттыру, әлеуметтік қызметтермен қамтамасыз ету болып келеді. Келесі Б тапсырмасында тағы да кесте берілген сызбаны толтырыңыз дейді. Яғни әлеуметтік инфрақұрылымның элементтерін атаңыз дейді. Біріншісі ол бізде білім беру болып келеді, екіншісі денсаулық сақтау мекемелері, үшіншісі мәдениет нысандары, ал төртіншісі спорт және демалыс орындары. Сіздерге С тапсырмасында өзіңіз тұратын жерде әлеуметтік инфрақұрылымның қай элементтері жақсы дамыған себебін түсіндіріңіз дейді. Былай жазсаңыздар болады. Мен тұратын жерде білім беру мен денсаулық сақтау жақсы дамыған, себебі мектептер мен емханалар қолжетімді заманауи жабдықтармен қамтамасыз етілген деп жазып алсаңыздар болады. Келесі үшінші тапсырмаға назар аударайық. Үшінші тапсырмада сіздерге төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз дейді. А тапсырмасында дүниежүзілік шаруашылық деген анықтаманы аяқтау керек. Дүниежүзілік шаруашылық дегеніміз ол елдер арасындағы экономикалық байланыстарды біріктіретін жаһандық жүйе деп жазып алсаңыздар болады. Келесі Б тапсырмасында берілген шаруашылық салаларын жіктеңіз және географиялық таралу аймақтарын анықтаңыз, кестені толтырыңыз дейді. Былай жазып аласыздар, яғни кестені мына жерді ғана толтырдық, ал қалғандары бізде толтырып тұр. Яғни шаруашылық салалары машина жасау, ірі қара мал болып бөлінеді. Сектор, ірі қара мал бірінші секторға жатады, машина жасау екінші секторға жатады. Келесі еңбек саласы машина жасау өнеркәсіп саласына жатса, ал ірі қара мал
ол ауыл шаруашылық саласына жатады. Келесі географиялық таралуы. Машина жасау ақшта, Германияда, Жапонда таралса, ірі қара мал Бразилия, ақш, Аргентина, Австралияда көп таралған деп жазып алсаңыздар болады. Келесі 4-ші тапсырмаға назар аударайық. 4-ші тапсырмада сіздерге мұнай өнеркәсібі дүниежүзілік шаруашылыққа жетекші рөл атқарады. Сонымен бірге негізгі стратегиялық шикізат көзі болып есептеніледі дейді. А тапсырмасында сіздерге кескін картаға мұнай өнеркәсібінің екі негізгі аймағын белгілеңіз. Кескін карта толтыру ережелерін сақтаңыз дейді. Мен екі негізгі аймаққа Сауд Арабияны алдым. Мына жерде белгілеп қойғандай. Белгілеп астына жазып қойсаңыздар болады, Сауд Арабия деп. Және де мына жерде ол ақшты белгіледім. Келесі Б тапсырмасында ел экономикасындағы мұнай өнеркәсібінің маңыздылығын екі дәлел келтіріңіз дейді. Бірінші дәлелге сіздер мұнай экспортынан түсетін табыс мемлекеттің бюджетін толықтыратын негізгі кіріс көзі деп жазсаңыздар болады. Екінші дәлел ол мұнай саласы мыңдаған адамды жұмыспен қамтып, өңдеуші және көлік салаларының дамуына ықпал етеді деп жазып алсаңыздар болады. Келесі С тапсырмасында сіздерге экономикада мұнай өнеркәсібінің рөлі болашақта қалай өзгереді деп айтылған, яғни сіздің пікіріңіз деп өз пікіріңізді жазу керексіздер. Мен былай жаздым: болашақта мұнай өнеркәсібінің маңызы біртіндеп азаюы мүмкін, себебі әлем жаңағы баламалы энергия көзіне көше бастады, яғни күннің көзінен, мысалы жаңағы көліктер бензиннің орнына күннің көзінен энергия алып, сол күннің көзімен жүріп отырады дегендей уже осындай хабарлар бар. Яғни менің ойымша болашақта мұнай өнеркәсібінің маңызы аз деп мен осылай жазады екенмін. Егер сіздердің көзқарастарыңыз мүлдем басқа болса, онда басқаша жазсаңыздар болады. Бұл қате болып есептенілмейді, яғни С тапсырмасы, өйткені бұл жерде әрбір баланың өз пікірі жазылған. Осымен сіздердің жобаларыңыздың тапсырмалары аяқталды. Ендеше дескрипторға назар аударайық. Бірінші тапсырмада сіздерге жаңағы көлік кешенінің анықтамасын бергенімізге 1 балл беріледі. Сызбадағы көлік инфрақұрылымы түрін анықтайды. Жаңағы түрін анықтап, және де инфрақұрылымның Қазақстанның қай бөлігінде орналасқанын анықтап, оның маңыздылығына баға бергеніміз үшін бірінші тапсырмада бізге 8 балл беріледі. Келесі екінші тапсырмада әлеуметтік инфрақұрылым мақсатына атайды. Жаңағы сызбадағы әлеуметтік инфрақұрылым элементін анықтап, сызбаны толтырғанымыз үшін, және де өзі тұратын жерде әлеуметтік инфрақұрылым дамыған саласын анықтап, ол туралы жазады. Яғни екінші тапсырмада бізге 6 балл беріледі. Келесі үшінші тапсырмада дүниежүзілік шаруашылықтың анықтамасын береді, және де шаруашылық салаларын жіктейді, таралу аймақтарын атайды. Осы тапсырмаға 3 балл беріледі. Және де кескін карта толтыру ережелерін сақтай отырып 2 аймақ көрсетеді, 2 дәлел келтіреді, және де болашақта мұнай өнеркәсібінің экономикадағы рөлін өзгеруі туралы пікірін жазады. Яғни уже мына жақта 3 тапсырмаға 2 балдан беріледі. Сонымен 3-ші тапсырмада сіздерге 9 балл беріледі. Барлығы жалпы балл сіздерде 23 балл. Осы 23 баллын алу үшін сіздерге міндетті түрде мен сияқты жазғандай жазып алу керек, және де ең бастысы осы тақырыпты түсініп алуларыңыз керек. Яғни алдын ала осы тапсырмаларды қарап, жауаптарын міндетті түрде түсініп алып, және де егер қосып жазатын болсаңыздар жазып алыңыздар. Себебі мен өте қысқаша жазып кеттім, себебі көбісінің сұрауынша қысқа және де нақты жауап керек болғандықтан мен дәл солай жасап жатырмын. Сол үшін егер таңда ашып қосып жазам десеңіздер, қосып ашып жазсаңыздар болады. Осымен сіздердің жобаларыңыз аяқталды.